Елордада аутизм әлем баршаға ортақ бағдарламасы аясында аутизмге шалдыққан балаларға арналған асыл мирас орталығы ашылды. Бұл Қазақстандағы осындай екінші орталық. Осы дертке шалдыққан балалар мен олардың отбасыларына көмек көрсететін бірінші орталық биыл маусым айында Алматыда ашылған болатын. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бірінші орынбасары Салидат Қайырбекова, Астана қаласы әкімінің орынбасары Ермек Аманшаев және қоғам қайраткерлері, кәсіпкерлер және бақ өкілдері қатысты. Бірінші кезекте мына асыл мирас қорына үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Біздің астаналықтар үшін, балалар үшін, олардың ата-аналары үшін бұл өте маңызды мәселе. Жаңа маған дейін айтып кетті, екінші орталық ашылып жатыр. Бүгін Астанада алдағы жоспарларында менің білуімше Қызылорда мен Өскеменде де ашылмақшы. Мен ойлаймын, бұл өте үлкен, сондай маңызды оқиға, сондықтан тағы да үлкен алғыс сіздерге. Мынау енді балалардың өмірге оралуы, жаңағыдай өзінің қатарластарымен бірге тіршілікке ілесіп кету, менің ойымша бұл үлкен бір сондай маңызды бір рухани бір тамаша оқиға. Бүгінде Астанада 200-ге жуық бала аутизм ауруына шалдыққан. Қазақстан бойынша 1000-ға жуық бала есепте тұр. Аутизм әлем баршаға ортақ бағдарламасының негізгі мақсаты аутизмге шалдыққан балаларды ерте анықтау, оңалту, инклюзивті білім беру және әлеуметтік интеграция жолымен диагноз қойылғаннан бастап қоғамдағы жеке өміріне дейін қалыптастыру болып табылады. Оңалту курсы 6 айға созылады. Бір жыл ішінде 180 балаға кешенді көмек көрсетіледі. Орталық аутизмді коррекциялаудың 2 әдістемесіне негізделген бірыңғай коррекциялық бағдарлама бойынша жұмыс істейді. Біріншісі баламен бірге оның әлеуметтік, коммуникативтік және танымдық, сөйлесу сферасымен және күнделікті өмірдегі қажетті дағдылармен жұмыс істеуді көздейтін классикалық әдістеме. Сондай-ақ АВА терапия әдістемесі қолданылады. Ол сөйлеу дағдылары мен жүріс-тұрыстағы негізгі дағдыларды бағалауға құрылады.